Сәлем достар, бұл Қазақ Story Time, біз бастаймыз. Бір бөлім. Бостандықтың мұздай леп және тасқа айналған жүректер. Қарашайының сүйектен өтетін ызғарлы желі кең даланы жайлап, қураған жусанба бастарын жерге қарай иіп тұрды. Ауылға бұрылатын ескі тас жолдың шаңы бұрқыраған қиылысына сарғайып тозған бас автобусы ыңырси келіп тоқтады. Автобустың сықырлаған есігі ашылғанда, ішінен үстіне сұрғылт, жұқа, пішінін жоғалтқан ескі пальто киген, қолында былғарысы үгітіле бастаған қара жол сөмкесі бар әйел түсті. Ол Маржан еді. Осыдан тура 8 жыл бұрын ол бұл ауылдан жастық шағымен, үмітімен және таза атымен қоштасып аттанған болатын. Қазір оның жасы 33-те. Бірақ түрменің сұр қабырғалары, ауыр еңбек, шексіз қорлық пен жан азабы оның жүзіне ерте әжім салып, жанарындағы өмірге деген отты өшіріп тастаған. Оның көздерінде қазір тек түпсіз, тұңғиық мұң мен сақтық қана бар еді. Автобус есігін жауып, көк түтінін будақтатып тас жолмен ары қарай жүріп кетті. Маржан жол жиегінде жалғыз қалды. Ол көзін жұмып, туған жерінің ауасын терең жұтты. Бостандық 8 жыл бойы күн сайын, түн сайын темір тордың арғы жағынан қарап армандаған бостандығы осы еді. Бірақ бұл бостандықтың ауасында қуаныш немесе жеңілдеу сезімі жоқ болатын. Оның орнына денені дірілдететін қорқыныш пен белгісіздік бар еді. Оның алдында 5 шақырымдай жерде Қаратас ауылының шатырлары мен мұржаларынан шыққан түтіндер көрініп тұрды. Ол сөмкесін қолына қаттырақ қысып, батпаққа айналған қара жолмен ауылға қарай баяу адымдады. Әрбір басқан қадамы оның есіне 8 жыл бұрынғы сол бір қарғыс атқан түнді түсіріп жатты. Елеске айналған түн, қанмен жазылған үкім. 8 жыл бұрын. Маржан ол кезде ауылдағы мектепте бастауыш сынып мұғалімі болып жұмыс істейтін. Анасынан ерте айырылған ол өзінен 5 жас кіші інісі Қайратты өз баласындай мәпелеп өсірді. Қайрат ерке, жеңілтек, бірақ Маржан үшін әлемдегі ең қымбат адам еді. Сол бір күзгі түнде Қайрат көрші ауылдағы тойдан мас күйінде әкесінен қалған ескі Жигулимен қайтып келе жатып, жол жиегінде кетіп бара жатқан 2 адамды қағып кетті. Олардың бірі сол жерде жан тәсілім етті, екіншісі ауыр жарақат алды. Қайрат үйге үсті басыған, есінен ауысқан адамша кіріп келді. Әпке, мен адам өлтірдім. Мені қамайды. Менің өмірім бітті. Деп ол Маржанның аяғына жығылып еңіреді. Ол кезде Қайраттың әйелі Сәуленің аяғы ауыр, тұңғыштарына жүкті еді. Маржанның көз алдында інісінің түрмеде шіріп жатқаны, Сәуленің жесірдей болып, баласының әкесіз өсетіні елестеді. Аналық инстинкті ме, әлде бауырға деген соқыр махаббат па, ол сол түні ең сұмдық шешімді қабылдады. Ол Қайратты жуындырып, киімін ауыстырды да, көліктің кілтін өзі алып, апат болған жерге полиция келгенше жетіп барды. Рөлде отырған менмін деп мойнына алды. Сот болды. Ауыл халқы Маржанды қарғап сіледі. Ол өзін қорғамады, үндемеді. Судья оған мас күйінде кісі өлтірген үшін, себебі көліктен ішімдік иісі шығып тұрған 8 жыл берді. Қайрат сот залының бұрышында басын төмен салып көзіне жас алып тұрды. Ол Маржанға: әпке, мен сенің бұл жақсылығыңды ешқашан ұмытпаймын. Мен сені күтемін, саған адвокат жалдаймын. Шыққанда сені ханшайымдай күтемін деп сыбырлап уәде берген. Алғашқы 2 жыл Қайрат түрмеге келіп тұрды. Азық түлік, киім кешек әкелді. Сосын келуін сиретті. Жұмыс көбейді, Сәуле ауырып жүр, жол алыс деген сылтаулар басталды. 4-ші жылдан бастап хаттар да тоқтады. Маржан колонияның суық карцерлерінде, тігін фабрикасының шаңында, әйелдер арасындағы қатыгез төбелестерде інісін сол бір уәдесін есіне алып, өзін жұбатып тірі қалды. Мені ауылда інім күтіп отыр. Менің шаңырағым бар деген жалғыз үміт оны ажалдан арашалап келген еді. Ауыл шеті, үрейлі, үнсіздік. Міне, ол туған ауылының шетіне ілікті. Ауыл бұрынғыдан да жүдеп кеткендей. Қисық қоршаулар, сылағы түскен үйлер. Маржан ауылдың басты көшесімен келе жатты. Оның жүрегі кеудесіне сыймай дүрсілдеп тұрды. Мені тани ма екен? Қайрат үйде ме екен? Жиендерім қандай болып өсті екен деген сұрақтар миын тесіп барады. Орталық көшедегі құдықтың басында 2-3 әйел су алып жатыр еді. Маржан оларға жақындағанда, әйелдер сөздерін кілт тоқтатып, оған үңіле қарады.
Олардың бірі бұрын Маржанмен бірге мектепте істеген Күләш апай еді. Маржан жасанды түрде дірілдеген еріндерімен күлімсіреп: «Сәлеметсіз бе, Күләш апай?» деді. Күләш апайдың жүзіне қан жүгіріп, шелегін жерге тарс еткізіп қойды. Оның көздерінен Маржанға деген аяушылық емес, жиіркеніш пен үрей көрінді. «Құдайым-ау, қандық ол Маржан қайтып келіпті ғой. Сенің түрмеде шіріп өлесің бе деп едік», деді ол, бетін бұрып. Қасындағы әйелдер де шошына қарап, балаларын өздеріне қарай тартып, теріс айналып кетті. Маржанның кеудесіне біреу қанжар сұғып алғандай болды. Түрмедегі қатыгез әйелдердің соққысынан да ауыр тиді бұл сөз. Ол өзін қорғамады. Ол «мен кінәсізбін» деп айғайламады. 8 жыл бойы кісі өлтіруші деген стигма оның терісіне, сүйегіне сіңіп кеткен еді. Ол басын төмен салып, жүрісін жылдамдата түсті. Жол бойында оны көрген көршілер есіктерін тарс жауып, қақпаларын іштен іліп жатты. Тіпті көшедегі төбет иттердің өзі оған бөтен адамға үргендей жабыла үрді. Ауыл оны ұмытпаған екен. Бірақ олар оны бұрынғы мұғалім Маржан ретінде емес, адам өлтірген құбыжық ретінде естерінде сақтапты. Әке шаңырағы, бөтен есік. Ол ауылдың ең шетіндегі өзі туып өскен, әкесі өз қолымен салған үйдің алдына келді. Бірақ бұл үй 8 жыл бұрынғыдай емес еді. Ескі ағаш қоршаудың орнына биік темір қақпа қойылыпты. Үйдің шатыры жаңарып, аулаға қымбат тас төселген. Қақпаның алдында жаңа Toyota көлігі тұр. Қайрат шынымен де жаман тұрып жатпағаны көрініп тұрды. Маржанның ішінде бір жылулық оянды. Бауырым аяқтан тік тұрыпты ғой. Менің құрбандығым зая кетпеген екен деп ойлады ол. Ол дірілдеген қолдарымен қақпаның қоңырауын басты. Біраз уақыттан соң қақпаның кішкентай есігі сықырлап ашылды. Есік алдында үстіне қымбат халат киген, шашын әдемілеп түйген, толықша келген әйел тұрды. Бұл Қайраттың әйелі Сәуле еді. Сәуле Маржанды көргенде оның жүзіндегі қаны қашып, көздері шарасынан шығып кете жаздады. Ол елес көрген адамдай есіктің тұтқасына жабысып қалды. «Сәуле, бұл мен ғой, Маржанмын. Мен оралдым», деді Маржан, даусы қарлығып, жанарына жас толып. Ол Сәулені құшақтамақ болып қолын созды. Бірақ Сәуле жиіркенгендей бір қадам артқа шегініп, Маржанның қолын қағып жіберді. «Сенің бұл жерде не істеп жүргенің бар?» деп ысылдады Сәуле, даусын бәсеңдетіп, бірақ өшпендікпен. «Сенің мерзімің келесі жылы бітуі керек еді ғой». Маржан абдырап қалды. Келесі жылы бітуі керек еді деген сөзі оның жүрегін мұздатып жіберді. Демек олар оның мерзімін санап отырған, бірақ ертерек келгеніне қуанудың орнына қорқып тұр екен. «Мені жақсы мінез құлқым үшін шартты түрде ерте босатты. Қайрат қайда? Ішіне кіруге бола ма?» Мен өте қатты тоңып кеттім. Маржан сөмкесін құшақтап кішірейе түсті. Сәуле қақпаны денесімен жауып тұрып алды. «Жоқ, қазір үйге кіруге болмайды. Үйде қонақтар бар. Қайраттың әріптестері, әкімдіктегі адамдар отыр. Сен бұл түріңмен, мына киімімен олардың көзіне қалай көрінбексің? Біздің абыройымызды төкпекшісің бе?» Бұл сөздер Маржанның бетіне ұрылған ауыр шапалақтай болды. Әкімдіктегі адамдар. Абырой? Оның 8 жыл бойы түрменің суық еденінде жатып қорғаған абыройы осы ма еді? «Сәуле, мен осы үйдің қызымын ғой. Бұл менің әкемнің шаңырағы. Мен түрмеден енді ғана шықтым, барар жерім жоқ. Қайратты шақыршы», деді Маржан, көз жасы бетін жуып. Сатқындықтың ашы дәмі. Осы кезде үйдегі есік ашылып, аулаға Қайрат шықты. Оның үстінде аппақ жейде, қымбат шалбар. Іші шыға бастаған, нағыз тоқшылықта өмір сүріп жатқан шенеуніктерге ұқсайды. «Сәуле, кіммен сөйлесіп тұрсың? Қонақтар күтіп қалды ғой», деп ол қақпаға жақындады. Қайрат Маржанды көргенде оның аяғы жерге қадалып қалды. Оның бет әлпеті лезде өзгеріп, үрей мен қорқақтықтың белгісі пайда болды. «Әпке?» Оның даусы дірілдеп шықты. «Қайрат, бауырым». Маржан оған қарай ұмтылмақ болды. Бірақ Қайрат оны құшақтауға асықпады. Ол жан-жағына, көшедегі көршілердің терезелеріне жалтақтап қарады. Сосын жылдан басып қақпадан сыртқа шықты да есікті артынан жауып алды. «Әпке, сен неге ескертпедің?
Неге хат жазбадың? Мен сені өзім күтіп алар едім ғой, ол көзін алып қашып мүдіріп сөйледі. Мен хат жаздым, Қайратты талай рет жаздым. Сен жауап бермедің. Мені үйге кіргізбейсің бе? Мен қатты шаршадым. Тек ыстық шай ішіп жуынғым келеді. Маржанның дауысы жалынышты шықты. Қайрат ауыр күрсінді. Ол Сәулеге қарады. Сәуле оған тек үйге кіргізбей дегендей қабағын түйіп тұр еді. Қайрат Маржанның ескі пальтосына, жыртылған сөмкесіне, түсіп кеткен бет әлпетіне жиіркене әрі ұяла қарады. Ол қазір ауылдағы беделді адамдардың бірі, кәсіпкер еді. Оның үйінде аудан әкімінің орынбасары отыр. Ал қақпа алдында тұрған кісі өлтірген, түрмеден келген бейшара әйел, оның барлық карьерасы мен беделін бір секундта жоя алатын қара тақ болатын. Және ең бастысы, ол Маржанның алдындағы өзінің қылмысы мен қорқақтығын ешқашан мойындағысы келмейтін. Маржан оған үнемі сол сұмдық түнді есіне салып тұратын тірі ескерткіш еді. Әпке, түсінші мені. Қазір жағдай өте қиын. Сенің келгеніңді ауылдағылардың бәрі көріп қойды. Анау қайтыс болған адамның туыстары әлі осында тұрады. Олар сені көрсе, жанжал шығарады. Оның үстіне үйде балалар бар, олар сенің кім екеніңді білмейді. Біз оларға сені алыс, шетелге кеткен деп айтқанбыз. Қайрат сөздерін әзер құрап, жерге қарап тұрды. Маржанның құлағы шыңылдап кетті. Олар сенің кім екеніңді білмейді. Шетелге кетті. Қайрат, сен не айтып тұрсың? Мен сенің орныңа 8 жыл тозақта отырдым ғой. Мен сенің балаларын әкесіз өспесін деп жастық шағымда бүкіл өмірімді бердім ғой. Енді сен мені өз босағамнан қуып тұрсың ба? Маржан даусын көтеріп еңіреп жіберді. Оның 8 жыл бойы тас болып қатқан жүрегі осы сәтте жарылып кеткендей болды. Жай сөйлеші, айғайлама. Қайрат қорқып кетіп, оның аузын жабуға тырысты. Ол қалтасынан асығыс портмонесін шығарып, ішінен бір бума ақша, 10 000 теңгеліктер суырып алды. Мә, мынаны ал. Бұл саған қалаға жетуге, пәтер жалдауға жетеді. Қалаға кет. Ол жақта сені ешкім танымайды. Жаңа өмір баста. Мен саған ай сайын ақша жіберіп тұрамын. Бірақ бұл ауылға, менің үйіме енді қайтып келме. Өтінемін, менің өмірімді бұзбашы. Ол ақшаны Маржанның қолына ұстата салды. Сәуле қақпаны сәл ашып, Қайрат, тез кір. Қонақтар сені сұрап жатыр, деп дауыстады. Қайрат артына қарап, Маржанға соңғы рет кінәлі, бақ суық көзбен қарады. Кешір мені, әпке, деді де, қақпаны тарс жауып, іштен құлыптап алды. Аяздағы жалғыздық. Маржан қолындағы бір бума ақшаға қарап тұрды. Оның 8 жылдық өмірінің, оның құрбандығының, оның бауырға деген махаббатының құны осы бір бума қағаз ба еді. Ол ақшаны қатты қысып, ауа жетпей қалған адамша демікті. Ол ақшаны қақпаның астына қарай лақтырып жіберді. Оған бұл қанға малынған, сатқындықтың иісі шыққан қағаздар керек емес еді. Ол өзінің жол сөмкесін қайтадан қолына алып, темір қақпаға маңдайын тіреп, үнсіз жылады. Ол дауыстап жыламады, оның көз жасы бетіндегі әжімдермен сырғып, тастай суық жерге тамып жатты. Ауылға қараңғылық түсе бастады. Жел күшейіп, алғашқы қар жапалақтап жауа бастады. Маржан қақпаның алдынан бұрылып, ауылдың шетіне, қараңғылыққа қарай бет алды. Енді оның барар жері де, басатын тауы да жоқ еді. Оның үйі жоқ. Оның бауыры жоқ. Ол бұл әлемде тірідей жерленген жалғыз елес еді. Ол ауылдың ең шетіндегі, баяғыда қараусыз қалған, жартылай қираған ескі сиыр қораға келіп кірді. Шатырының жартысы жоқ, іші ызғарлы, ескі шөптің иісі шығады. Маржан сол жердегі қураған шөптің үстіне бұрышталып жатты да, сөмкесін басына жастады. Жұқа пальтосымен бүрісіп, аяздан дірілдеп жатып, ол өмірінде бірінші рет түрменің жылы камерасын сағынды. Өйткені ол жақта қатыгездік болса да, сатқындық жоқ еді. Онда бәрі ашық болатын. Ал мына бостандық, бұл бостандық түрмеден де суық, түрмеден де қатыгез болып шықты.
Түн ортасы ауғанда суықтан қатып өлуге шақ қалған Маржан көзін ашты. Оның жанарындағы мұң мен көз жасы толықтай кеуіп, орнын түсініксіз, мұздай суық бір күш басты. Ол бұл жерде өлмейді. Ол бауырының алдында бейшара болып қалмайды. Егер олар оны құбыжық санаса, ол енді ешкімді аямайтын, ешкімнен мейірім күтпейтін адамға айналуы керек еді. Оның жүрегі тасқа айналды. Алғашқы түн осылай өтті. Ал ертеңгі таң оның жаңа, аяусыз өмірінің бастамасы болмақ. 2 бөлім. Зираттағы серт және тас жолдағы тылсым құтқарушы. Түнгі қақаған аяз Маржанның тұла бойын қусырып, сүйек-сүйегін сырқыратып жіберді. Ескі сиыр қораның тесік шатырынан түскен қар оның жұқа сұр пальтосын жауып, үстіндегі киімін мұзға айналдырған еді. Ол аяқ-қолын сезуден қалып, құртша бүрісіп жатты. Миында бір ғана ой жыпылықтады. Осылай қатып өлетін шығармын. Мүмкін, бұл менің маңдайыма жазылған ең жеңіл жаза болар. Бірақ оның көз алдына Қайраттың кешегі үрейлі, әрі сатқын жүзі, Сәуленің жиіркенішті көзқарасы келе қалды. Олар оның өлімін тілеп отыр. Олар оның осы аязда үсіп өліп, масыл болмағанын қалайды. Бұл ой оның ішіндегі соңғы өмірлік инстинкті оятты. Жоқ, мен сендерге бұл қуанышты сыйламаймын. Мен өлмеймін, деді ол ішінен. Маржан бар күшін жинап қатып қалған буындарын сықырлата отырып, орнынан әрең тұрды. Ауылдың үстінен таң атып келе жатты. Түтіндері будақтаған жылы үйлердің терезелерінен сарғыш жарық көрінеді. Ол жақта адамдар ыстық шай ішіп, жылы төсекте жатыр. Ал Маржан кезінде осы ауылдың ең сыйлы, мейірімді ұстазы болған әйел далада қаңғыбас иттей қатып тұр еді. Ол сөмкесін қолына алып, ауылдың орталығына емес, шеттегі төбешікке, ауылдық зиратқа қарай аяңдады. Бұл оның осы ауылдағы ең соңғы барар жері болатын. Тасқа жазылған қоштасу. Зираттың іші тым-тырыс. Аппақ қар қара топырақпен құлпытастарды жауып, айналаны пәк, таза күйге енгізгендей. Маржан тізесіне дейін жеткен қарды кешіп отырып, 2 ескі бейіттің алдына келді. Бұл оның әкесі мен анасының жатқан жері еді. Ол қарды жалаңаш қолдарымен сыпырып тастап, мұздай тасқа маңдайын тигізді. Оның көзінен бір тамшы да жас шықпады. Кешегі түні қақпа алдындағы жылағаннан кейін оның көз жасы толықтай таусылған еді. Әке, анашым, кешіріңіздер мені. Оның дауысы қарлығып, желдің өлімен бірігіп кетті. Мен сіздердің аманаттарыңызды, жалғыз ұлдарыңызды қорғап қалдым. Мен оған өз өмірімді, жастығымды бердім. Ол тірі, бай, бала-шағасы бар. Бірақ оның жүрегі өліпті, әке. Сіздің шаңырағыңызда қазір бөтен адамдар тұрып жатыр. Ол шаңырақта енді мейірім жоқ. Ол мұздай тасты сипады. Оның қолдары жарылып, қанталып кеткен. Мен бұл ауылдан кетемін. Мәңгілікке кетемін. Егер мен тірі қалсам, бұл енді Қайрат үшін, немесе басқа біреу үшін емес, тек өзім үшін болады. Мені қызым деп кешіріңіздер. Мен енді ешқашан ешкімнің алдында тізе бүкпеймін. Ол орнынан нық түрегелді. Оның жүзіндегі баяғы бейшара, аңғал мұғалімнің ізі де қалмаған еді. Түрменің қаталдығы мен туған бауырының сатқындығы бірігіп, оны болаттай берік әрі мұздай суық жаңа адамға айналдырды. Ол ауылға соңғы рет бұрылып қарады да тас жолға қарай беттеді. Аязды тас жол, ажал мен арпалыс. Қалаға баратын тас жол үскірік жел мен көктайғақ мұзға айналған еді. Маржан таңғы сағат 8-дер шамасында жол жиегіне шықты. Оның үстіндегі жұқа киім аязға төтеп бере алар емес. Қолын көтеріп, өтіп бара жатқан көліктерді тоқтатпақ болды. Бірақ ешкім тоқтамады. Біреулер асығыс, біреулер жол жиегінде жалғыз тұрған, жұпыны киінген әйелден сескенді. Үлкен жүк көліктері жанынан зулап өткенде, көк мұз бен лас қарды үстіне шашып кетіп жатты. 2 сағат өтті. Маржанның аяқтары жүруге жарамай, үсік шала бастағанын сезді. Көз алды қарауытып, денесін жағымсыз, бірақ қауіпті жылу билей бастады. Бұл үсіп өлудің алдындағы алдамшы сезім екенін ол түрмедегі әйелдерден естіген еді. Ол тізерлеп құлап түсті. Тұруға шамасы келмеді. Айналасында тек ақшақар мен шексіз дала. Осылай аяқтала ма бәрі? Деп ойлады ол, көзі жұмылып бара жатып. Кенеттен құлағына тежегіштің қатты сықырлаған дыбысы келді.
Дәл оның жанына үлкен қап-қара, терезелері қараңғыланған тонировка джип көлігі келіп тоқтады. Көліктің есігі ашылып, одан ұзын бойлы, үстіне қалың қара күрте киген, жүзі қатал, бірақ жанарында тереңдік бар 40 шамыздағы ер адам шықты. «Ей, қарындас, тірімісің?» Ол Маржанның қасына жүгіріп келіп, оның иығынан демеп тұрғызды. Оның қолдары үлкен әрі ыстық еді. Маржан ештеңе айта алмады, тек еріндері дірілдеп иісінен тана берді. Еркек оны еш ойланбастан көтеріп алып, жып-жылы көліктің алдыңғы орындығына жайғастырды. Сосын оның ескі сөмкесін артқа лақтырды да, көлікті оталдырып, пешті ең жоғарғы температураға қосты. Тылсым құтқарушы, Тарлан. Маржан есін жиғанда көліктің іші ыстық моншадай жылып кеткен екен. Оның үстіне үлкен, ауыр былғары күрте жабылыпты. Ол көзін ашып, рульде отырған еркекке үрке қарады. Оның бет әлпеті қатал, маңдайында терең әжімі бар, ал көздері Маржанға тым таныс бірдеңені еске түсірді. Бұл өмірдің ең ауыр таяғын жеген, бірақ сынбаған адамдардың көзқарасы еді. «Есіңді жидың ба?» деді еркек жолдан көзін алмай. Оның даусы жуан, бірақ сабырлы болатын. «Атым Тарлан, қалаға дейін жеткізіп тастаймын. Ол жерде қатып қалғанда тағы жарты сағаттан кейін сені тек көктемде, қар ерігенде ғана табар еді». «Рахмет сізге», Маржанның даусы қалтырап әрең шықты. «Мен сіздің жақсылығыңызды қалай қайтарамын? Менде түк жоқ». Тарлан оған жанарының қиығымен бір қарап қойды. Ол Маржанның тозған саусақтарына, жұпыны киіміне, бетіндегі терең мұңға және оның көзіндегі сақтыққа назар аударды. «Қайтарудың қажеті жоқ. Мен адам тасып ақша табатын таксист емеспін. Бірақ сенің түріңе қарасаң, сен жай ауылдан қалаға бара жатқан адамға ұқсамайсың». Тарлан бір сәт үнсіз қалды да, темекісін тұтатып, терезені сәл ашты. «Зонадан ба?» деді ол төтесінен, ешқандай жұмсартусыз. Маржан селк ете түсті. Ол өз сырын қалай тез біліп қойғанына таң қалды. Түрмедегі жылдар оның маңдайына жазылып қойғандай ма еді? Ол өтірік айтқысы келді, бірақ Тарланның көзіне қарап, өтіріктің бұл адамға өтпейтінін түсінді. Ол басын изеді. «Иә, кеше шықтым». Тарлан күлімсіреген жоқ, жиіркенген де жоқ. Ол жай ғана түтінді сыртқа үрлеп, «Түсінікті, туғандарың теріс айналып, далаға қуып жіберді ме?» деді ол, Маржанның жан жарасын дәл дөп басып. Маржан таңғалып оған қарады. Сіз қайдан білесіз?» Тарлан ауыр күрсінді. Оның көзінде бір сәт өткен күннің көлеңкесі ойнап шыққандай болды. Өйткені 10 жыл бұрын мен де дәл сол есіктердің алдында, дәл сен сияқты далада қалғамын. Түрме адамды бұзбайды, қарындас. Түрме сенің айналаңдағы адамдардың кім екенін көрсететін нағыз іреңкен аппараты. Егер олар сенен теріс айналса, демек олар ешқашан сенікі болмаған. Ол үшін жылаудың қажеті жоқ. Бұл сөздер Маржанның миында жаңғырып кетті. Бұл таныс емес адам оның 8 жылдық азабының жауабын бір сөйлеммен түсіндіріп бергендей болды. Қайрат ешқашан оның нағыз бауыры болмаған екен ғой. Ол тек оны пайдаланған паразит қана болыпты. Қаладағы жаңа өмірдің табалдырығы. Көлік қаланың шетіне ілікті. Үлкен ғимараттар, зырлаған көліктер, асыққан адамдар. Маржан бұл қаланы танымай қалды. 8 жыл ішінде әлем қатты өзгеріп кеткен еді. Барлығында ұялы телефондар, үлкен жарқыраған билбордтар, мүлдем басқа тіршілік. Ол өзін бөтен ғаламшарға түсіп қалған адамдай сезінді. Тарлан көлікті қаланың ескі орталығындағы шағын кафе асхананың алдына тоқтатты. Ол көліктен түсіп Маржанға есік ашты. «Жүр, алдымен ыстық тамақ ішіп ал». Олар асханаға кірді. Тарлан оған ыстық сорпа, нан және қайнатылған қара шай алып берді. Маржан тамақты көргенде өзінің 2 күн бойы нәр татпағанын есіне алды. Ол қысыла-қысыла, бірақ аш қасқырдай тамақты тез-тез жеп қойды. Тарлан оған қарап, үнсіз кофесін ішіп отырды. Тамақтанып болған соң, Тарлан орнынан тұрып, Маржанның алдына 50 000 теңге көлемінде ақша қойды. Маржан шошып кетті. «Жоқ, бұл не? Мен сізден ақша сұраған жоқпын. Мен қайыршы емеспін». Ол кешегі Қайраттың берген ақшасын есіне алып, жиіркеніп кетті.
Тарлан оның қолынан мықтап ұстап көзіне тіке қарады. Бұл аяныш емес. Бұл сенің жаңа өміріңнің бастапқы капиталы. Кезінде мен түрмеден шығып далада қалғанда бір бейтаныс қарт маған дәл осылай көмектескен еді. Ол маған тірі қалда адам бол. Уақыты келгенде өзіңдей біреуге қайтарасың деген болатын. Мен сол қарызымды саған қайтарып отырмын. Бұл ақшаға сен ең арзан жатақханадан бір айға бөлме жалдайсың және өзіңе жылы киім аласың. Одан кейін бәрі өз қолыңда. Ол қалтасынан кішкентай визитка шығарып үстел үстіне қойды. Мұнда менің атым мен нөмірім жазулы. Егер бұл қалада сені біреу ренжітсе немесе өмір мен өлімнің ортасында қалсаң, қоңырау шал. Бірақ жай майда шүйде үшін мазалама. Сен мықты әйелсің, көзіңнен көріп тұрмын. Сынба. Тарлан артына бұрылып асханадан шығып кетті. Көліктің гүрілі естіліп, ол қараңғы көшеге сіңіп жоқ болды. Маржан үстел үстіндегі ақша мен визиткаға қарап ұзақ отырды. Оның туған қандас бауыры оны аязда өлімге итеріп жіберсе, танымайтын бөтен еркек оған өмір мен үміт сыйлаған еді. Өмірдің парадоксы осында болатын. Тіршілік үшін күрес, ескі жатақханадағы кездесу. Сол күні кешке Маржан Тарлан берген ақшаға жылы күрте етік сатып алды да қаланың ең арзан шеткі аудандарының бірінен ескі жатақхана тапты. Жатақхананың іші қараңғы, қабырғаларынан сыздың иісі шығады. Коридорда балалардың жылаған дауысы мен біреулердің айғайласқан үні естіледі. Жатақхананың коменданты Зейнеш есімді, темекіні бұрқырата тартатын, аузынан боқауыз сөзі түспейтін қатты әйел еді. Ол Маржанды бастан аяқ шолып шығып, құжаттарың қайда? деп сұрады. Маржан дірілдеген қолымен босатылу туралы анықтаманы справка об освобождении ұсынды. Зейнеш қағазды көріп темекісін түкіріп тастады. Зек түрмеден шыққан адам десеңші. Тыңда мені, қарындас. Маған сенің бұрын кімді өлтіргенің бәрібір. Бұл жерде ондайлар толып жүр. Егер шетім болсаң, ұрлық жасайтын болсаң, немесе коридорда еркектермен шу шығаратын болсаң, полициясыз ақ өзім шашыңнан сүйреп көшеге лақтырамын. Түсіндің бе? Бөлме үшін ақшаны алдын ала төлейсің. Және ертеңнен бастап маған еден жууға көмектесесің, жалақыңды беремін. Маған жұмысшы керек. Түсіндім, Зейнеш апай. Мен ішпеймін. Ешқандай шу болмайды. Жұмыс істеуге дайынмын, деді Маржан басын изеп. Оған кішкентай ғана, ішінде темір кереует пен ескі шкафы бар бөлме бұйырды. Бөлменің терезесі сынып, оған целлофан қағылған екен. Бірақ Маржан үшін бұл бөлме хан сарайындай көрінді. Өйткені бұл оның бостандықтағы алғашқы жеке мекені еді. Ол кереуетке отырып сөмкесін ашты. Ішінен өзінің 8 жыл бұрынғы Қайрат екеуі түскен ескі фотосуретті алып шықты. Ол фотосуретке ұзақ қарады. Суреттегі Қайрат күлімсіреп тұр. Маржанның ішінде тағы да ашу мен ыза араласқан сезім оянды. Ол фотосуретті жай ғана жыртып тастаған жоқ. Ол суретті жағып жіберді. Суреттің күлі еденге түсіп үгітіліп кетті. Оның өткен өмірі дәл осы күл сияқты жойылды. Бөлмедегі сынған айнаға қарап Маржан өзіне серт берді. Мен тек тірі қалып қана қоймаймын. Мен адам боламын. Олар мені шұңқырға итеріп жіберді, бірақ мен сол шұңқырдан баспалдақ жасап шығамын. Ал сен, Қайрат, сенің өтірікке құрылған бақытты өміріңнің шын бет бейнесін көрсететін күн әлі-ақ туады. Маржанның жаңа, мейірімсіз қаладағы өмір басталды. Ол енді ешкімге сенбейтін, ешкімнен көмек күтпейтін жалғыз қасқырға айналған еді. Бірақ бұл қаланың оған дайындаған үлкен сынақтар мен тосын сыйлары алда болатын 3 бөлім: лас су, хрусталь бокалдар және елеспен жүздесу. Қаланың қақаған қысы Маржанды аяған жоқ. Ол ескі жатақхананың ызғарлы бөлмесінде таңғы сағат 5-те оянатын. Оның күні сықырлаған темір шелекпен және мұздай суға малынған еден жуғыш шүберекпен басталатын. Зейнеш комендант берген уәдесінде тұрды,
ол Маржанға еден жуу жұмысын беріп, жатақхананың лас, ішімдік пен темекі иісі сіңген дәліздерін тазалатып қойды. Әр таң сайын Маржан ұйқысы қанбаған, қабағы түйілулі тұрғындардың ластап кеткен ізін жуып, ортақ дәретханаларды хлормен ысқылайтын. Түрмедегі жылдар оның тәкаппарлығын баяғыда өлтірген еді, сондықтан бұл жұмыс оның намысына тимеді. Ол үшін ең бастысы тірі қалу және жылы бөлмесінің ақысын төлеу. Бірақ жатақханадан түскен тиын тебен тамаққа әзер жететін. Маржанға көбірек ақша керек болды. Ол өзінің жоспары үшін, аяқтан тік тұруы үшін қор жинауы қажет еді. Ол қаланың орталығына барып, еңбек биржаларын, хабарландыру тақталарын жағалады. Сотталған деген анықтамасын көрген кезде, көптеген жұмыс берушілер есікті тарс жауып, теріс айналатын. Алайда тағдыр оған тағы бір мүмкіндік берді. Қаланың қақ ортасындағы ең бай шенеуніктер мен кәсіпкерлер ғана келетін «Алтын ғасыр» атты элиталық мейрамханаға шұғыл түрде ыдыс жуушы қажет болды. Мейрамхананың әкімшісі, көзілдірік таққан, үнемі асығып жүретін Алмас деген жігіт Маржанның құжаттарына емес, оның қатайған, жұмысқа дайын қолдарына қарап, ыстық бу мен хрусталь сыңғыры. Мейрамхананың ас үйі нағыз қайнаған тозаққа ұқсайтын. Аспаздардың айғайы, майдың шыжылдаған дауысы, күйік иісімен тоқтаусыз ағып жатқан ыстық су. Маржан күніне 12 сағат бойы ыдыс жуатын машинаның қасында тұрып, тау болып үйілген қазандарды, майлы табаларды және байлардың ерні тең қымбат. Оның қолдары ыстық судан, химиялық қоспалардан қызарып, терісі сыпырылып, қансырап кетті. Түнде жатақханаға қайтқанда саусақтарын бүгудің өзі азап айналатын. Бірақ ол тісін қайрап шыдады. Ас үйдің терезесінен, екі есіктің арасынан ол мейрамхананың сәнді залын жиі көретін. Онда әдемі көйлек киген ханымдар, қымбат костюмді еркектер уылдырық жеп, мыңдаған долларлық шарап ішіп отыратын. Маржан оларға қызықпайтын. Ол бұл әлемнің қаншалықты жылтырақ болса, соншалықты шірігенін жақсы білетін. Бір күні түн ортасында мейрамхана жабылуға жақын қалғанда, Маржан қоқыс төгу үшін артқы есіктен аулаға шықты. Ауа райы бұзылып, ақпанның қаһарлы бораны соғып тұр екен. Ол қоқыс жәшігінің қасына келгенде, жерде жатқан бір қағаздар жиынтығын байқап қалды. Бұл мейрамхананың азық-түлік жеткізушілерінің, поставщиктердің накладнойлары, жүк құжаттары еді. Оларды біреу әдейі жыртып, қоқысқа тастамақ болған сияқты. Маржан қағаздарды қолына алды. Жел оның жұқа күртесінен өтіп жатса да, оның бұрынғы ұстаздық, математикалық миы қағаздағы сандарға еріксіз назар аударды. Ол сандарды жылдам көзбен шолып шығып, бірден үлкен қателікті немесе әдейі жасалған ұрлықты. Ет пен теңіз өнімдерінің бағасы 2 есе өсіріліп көрсетілген, ал салмағы нақты келген тауардан әлдеқайда аз еді. Біреу мейрамхананың иесін айына миллиондаған теңгеге алдап отырған болатын. Ол қағаздарды қалтасына салып, үнсіз ішке кірді. Ақылдың күші, лас қолдар және таза сандар. Келесі күні таңертең Маржан әдеттегідей ең бірінші болып жұмысқа келді. Ол тікелей әкімші Алмастың кабинетіне барды. Алмас үстел үстіндегі қағаздарға көміліп, басын ұстап отыр екен. Мейрамхананың кірісі азайып, басшылық оны қыспаққа алып жатқаны көрініп тұрды. Маржан есікті ақырын қағып ішке кірді. Алмас бек, кешіріңіз, сізге бірдеңе көрсетуім керек деді ол, үстіндегі су болған алжапқышын, фартук, шешіп. Алмас оған таңғала, әрі аздап ашулана қарады. Маржан, саған не керек? Ас үйде жұмыс толып жатыр ғой. Ақша сұрауға келсең, айлыққа дейін әлі ерте. Маржан үндеместен кешегі қоқыстан тапқан жыртылған жүк құжаттарды үстел үстіне қойды. Сосын жанындағы бос қағазға қаламмен бірнеше математикалық есептеулерді тез жазып шықты. Мен ақша сұрауға келген жоқпын. Мен сіздің ақшаңызды қайда ұрлап жатқанын көрсетуге келдім, деді Маржан байсалды үнмен. Мына жеткізушілер сіздің бас аспазыңызбен сыбайлас. Олар еттің бағасын нарықтан 40%-ға қымбат жазады, ал сапасы төмен тауар әкеледі. Соңғы 2 айда ғана сіздің кассаңыздан кем дегенде 4 миллион теңге жымқырылған. Міне, дәлел. Салыстырып көріңіз. Алмастың көздері шарасынан шығып кете жаздады. Ол қағаздарға үңіліп, калькуляторды басып, сандарды тексере бастады.
Бірнеше минуттан кейін оның жүзі қуарып, ашудан қызара бастады. Маржанның есебі мінсіз, әрі дәл еді. Алмас басын көтеріп, Маржанға бастан аяқ жаңа көзқараспен қарады. Жыртылған резеңке етік, су болған алжапқыш киген, бұл әйелдің көзінде қандай да бір суық, өткір зияткерлік, интеллект жатқанын ол енді ғана байқады. Сен мұны қайдан білесің? Ыдыс жуушылар мұндайды түсінбеуі керек қой. Сен кімсің өзі? Деді Алмас даусы дірілдеп. Мен 8 жыл бұрын жоғары санатты математика мұғалімі болғамын, деді Маржан, көзін алмастан. Менің қолдарым лас болуы мүмкін, бірақ миым емес. Алмас орындығына сүйеніп ұзақ ойланып қалды. Бұл әйелдің ішінде қандай сыр жатқаны оған белгісіз, бірақ оның дәл қазір оның бизнесін құтқарып қалғаны анық еді. Маржан, сен бүгіннен бастап ыдыс жумайсың. Сені қойма меңгерушісінің көмекшісі етіп тағайындаймын. Барлық кіріс-шығыс құжаттары сенің қолыңнан өтетін болады. Егер тағы бір тиын ұрланғанын байқасаң, маған тікелей баяндайсың. Жалақыңды 3 есе көтеремін. Маржан сәл ғана басын изеді. Оның ішінде қуаныш болған жоқ, тек жоспар іске асуда деген суық қанағаттану сезімі ғана бар еді. Ол шұңқырдан шығудың алғашқы баспалдағына аяқ басты. Өткеннің елесі, залдағы бет-бет. Арада 2 ай өтті. Көктем келіп, қаланың қары ери бастаған кез. Маржан енді ыдыс жуушы емес. Ол таза ақ жейде, қара юбка киген, шашын ұқыпты жинаған қойма және есеп бөлімінің қызметкеріне айналды. Оның қатаңдығы мен әділдігінің арқасында мейрамханадағы ұрлық толықтай тоқтап, Алмастың оған деген сенім мен құрметі артқан еді. Бір жұманың кешінде мейрамханада өте үлкен жабық банкет басталды. Зал толығымен резервке алынған. Қаланың ең ықпалды шенеуніктері, құрылыс магнаттары мен әкімдік адамдары жиналды. Алмас Маржанға залға шығып, даяшылардың жұмысын және дастархандағы сусындардың, элиталық шараптардың есебін қадағалауды тапсырды. Маржан қолындағы планшетімен залдың бір бұрышында көлеңкелі жерде тұрды. Музыка ойнап, адамдар тост айтып көңіл көтеріп жатты. Ортадағы үлкен дөңгелек үстелде қаланың әкім орынбасары және бірнеше кәсіпкерлер отыр еді. Кенеттен сол үстелден біреу орнынан тұрып, тост айта бастады. Бұл дауысты Маржан мың адамның ішінен де танитын еді. Оның бүкіл денесі тоқ соққандай сіресіп, жүрегі тоқтап қалғандай болды. Ол баяу ғана басын көтеріп, жарық түсіп тұрған үстелге қарады. Үстелдің төрінде, үстіне қымбат итальяндық костюм киген, қолында жарқыраған сағаты бар, жүзі бал-бұл жанған еркек тұрды. Бұл оның туған інісі, 8 жыл бұрын қанға боялған көлікпен келіп, оның аяғына жылап құлаған, ал жарты жыл бұрын оны қақаған аязда далаға қуып шыққан Қайрат еді. Қайрат қолындағы бокалын көтеріп, жалған күлкімен пафосқа толы сөздер айтып жатты. Құрметті достар, ағалар, біздің құрылыс компаниямыз биыл үлкен мемлекеттік тендерді жеңіп алды. Бұл тек менің ғана емес, біздің отбасылық құндылықтарымыздың, адал еңбегіміздің арқасы. Менің өмірдегі ең басты ұстанымым адалдық пен бауырмалдық. Менің әкем үнемі, қандай жағдай болмасын, бауырыңды тастама, жақыныңа қорған бол дейтін. Мен сол ұстаныммен өмір сүріп келемін. Айналадағылар ду қол шапалақтап, оған мадақ айтып жатты. Қандай тамаша адам, отбасылық құндылықты сақтаған жігіт деген сөздер естілді. Бұл сөздер Маржанның миында жарылған бомбадай болды. Адалдық, бауырмалдық. Ол кісі өлтіріп қарындасын темір торға тығып қойған, ал өзі шенеуніктерге пара беріп, тендер ұтып алған қарақшы, 200-ді хайуан еді. Ол әкесінің атын, бауырмалдық деген қасиетті ұғымды осыншама ластап, өз пайдасына қолданып тұрды. Оның әрбір сөзі қанға малынған өтірік еді. Маржанның қолындағы планшет сыртылдап сына жаздады. Ол Қайратқа қарап көзін алмай тұрды. Қайрат байқаусызда басын бұрып, залдың бұрышында тұрған Маржанмен жанары қиылысып қалды. Қайраттың бетіндегі күлкі лезде өшіп қалды. Оның көздері шарасынан шығып, қолындағы бокалы дірілдеп кетті. Ол алдында тұрған әйелдің елес емес, тірі Маржан екенін, оның үстіне жұпыны киінген қаңғыбас емес, көзінде мұздай суық өшпенділік жатқан қатал, жинақы әйел екенін түсінді. Оның кеңірдегіне бірдеңе кептеліп қалғандай болды.
Маржан оған қарай бір қадам да жасамады. Ол жай ғана Қайраттың көзіне тіке қарап, басын сәл изеді. Бұл мен осындамын. Мен бәрін көріп тұрмын деген үнсіз хабарлама еді. Сосын ол баяу бұрылып қызметкерлер бөлмесіне кіріп кетті. Кек алудың алғашқы ұшқыны. Қызметкерлер бөлмесінде Маржан айнаның алдына келіп салқын сумен бетін жуды. Ол жылаған жоқ. Оның ішіндегі қорқыныш пен аяныш сезімі баяғыда өлген. Оның орнына нақты, математикалық дәлдікпен есептелген жоспар пісіп жетіле бастады. Қайрат байлық пен биліктің шыңына шығыпты. Ол мемлекеттік тендерлерге қатысып, үлкен ойындарға кірісіпті. Бірақ үлкен ойыншылардың әрқашан үлкен құпиялары болады. Маржан оның тек жеке өміріндегі ғана емес, бизнесіндегі де екіжүзділіктің бет-пердесін сыпыруды мақсат етті. Ол оны жай ғана ұрмайды, ол Қайратты өзі шыққан биігінен, өз достары мен серіктестерінің көзінше ең төменгі құзға құлататын болады. Осы кезде бөлмеге Алмас кіріп келді. Ол Маржанның бозарып, бірақ көздері жанып тұрғанын байқады. Маржан, бәрі дұрыс па? Сен жаңа залдан тез шығып кеттің. Біреу ренжітті ме? Төрдегі Қайратбек деген құрылыс компаниясының басшысы саған қарап, түсі бұзылып кетті ғой. Сен оны танисың ба? Деп сұрады Алмас күдіктене қарап. Маржан оған бұрылып, мұздай суық, бірақ өте сенімді дауыспен жауап берді. Иә, Алмасбек. Мен оны өте жақсы танимын. Және мен оның осы үстел басында отырған шенеуніктерден қандай ақпарат жасырып, қандай лас ойын ойнап жатқанын да білемін. Алмас мейрамхана иесі ретінде қаладағы талай лас бизнесті шенеуніктердің бопсалауын көрген адам еді. Оған да әділетсіздік пен жемқорлар ұнамайтын. Ол Маржанның көзіндегі жалынды көріп, бұл әйелдің жай ғана есепші емес екенін, оның артында үлкен қауіпті құпия жатқанын сезді. Егер сенің қолыңда оларға қарсы қолданар қару болса, Маржан, маған айт. Мен саған көмектесуге дайынмын, деді Алмас, есікті ішінен жауып. Маржан айнаға соңғы рет қарап жымиды. Бұл жымиыс көктемнің алғашқы күнінде емес, жауды күл талқан ететін қыстың қатал дауылындай үрейлі еді. Бастаймыз, деді ол. Кек алу шахматындағы алғашқы жүріс жасалды. Ойын енді ғана басталды. 4 бөлім, сандардағы сатқындық және түнектен келген одақтас. Алтын ғасыр мейрамханасының қызметкерлер бөлмесіндегі ауа ауырлап кеткендей еді. Алмас есікті ішінен құлыптап Маржанға қарама қарсы отырды. Оның көзінде таңғалу мен қызығушылық қатар ойнап тұрды. Бұл әйелдің жүзіндегі тыртықтар мен қатайған терісінің астында қандай құпия жатқанын ол бұрыннан сезетін. Шындықтың ұқпеген. Маржан терең дем алып, барлығын басынан бастап айтып берді. 8 жыл бұрынғы жол апаты, Қайраттың көз жасы, өзінің інісі үшін сотталып кетуі және қақаған аязда туған босағасынан қалай қуып шыққаны. Ол жыламады. Оның дауысы магнитофон таспасындай бірқалыпты, мұздай суық шықты. Алмас бұл хикаяны тыңдаған сайын жұдырығын түйіп үстелді ұрғылай берді. Ол хайуан ғой. Өз қанынан жаралған әпкесін аязда далаға тастау деген. Бұл адамдыққа жатпайды. Ол қазір веб-залда отырып, адалдық пен бауырмалдық туралы тост айтып жатыр. Қандай екіжүзділік. Алмас орнынан атып тұрды. Маржан, сен оны сотқа бер. Дәлелдеуге болады. Адвокат жалдаймыз. Маржан басын баяу шайқады. Оның жанарындағы суық от жарқ ете түсті. Сотқа бергенде не өзгереді, Алмас? Менің кеткен 8 жылымды кім қайтарады? Жоқ, сот бұл тым жеңіл жаза. Ол түрмеден қорықпайды, ол ақшасымен бәрін сатып алады. Оның басты байлығы, оның абыройы, оның бизнесі және оның жайлы өмірі. Мен оны сол биігінен өз достарының көзінше құлатуым керек. Ол өзінің империясының қалай күйрегенін көріп, үрейден қан түкіруі тиіс. Алмас оның көзіне қарап, төбе құйқасы шымырлап кетті. Бұл әйелдің ішіндегі қайсарлық оны еріксіз мойын сұндырды. Мен саған қалай көмектесе аламын? Деді ол үнсіздіктен соң. Қайраттың Қазстрой Элит компаниясы барлық корпоративті кештерін, шенеуніктермен жабық кездесулерін осы мейрамханада өткізеді, солай ма? Деп сұрады Маржан. Иә, олар біздің ең тұрақты веб-клиенттеріміз.
Олардың шоттарын көбінесе компания төлейді, кейде қолма-қол ақшамен көлеңкелі теневой есептеседі. Маған олардың соңғы 2 жылдағы барлық шоттары, төлем түбіртектері және банкет кезінде берілген тапсырыстардың көшірмелері керек. Және де олар кезетін веб бөлмеге кіретін даяшылардың тізімін беріңіз. Мен оның ақшаны қалай жылыстатып, отмывание жатқан нысандар арқылы дәлелдеймін. Алмас келісті. Осы күннен бастап Маржанның нағыз соғысы басталды. Түнгі есеп, қылмыстың ізі. Түн ортасы ауған шақ. Жатақхананың тар, сызды бөлмесінде Маржан кішкентай үстел шамының жарығымен қағаздарға үңіліп отырды. Оның ұстаздық, математикалық ми сандарды жіліктеп шағып жатты. Ол Қайраттың мейрамханада өткізген банкеттерінің шоттарын оның компаниясының ашық тендерлі құжаттарымен интернеттен тапқан салыстыра бастады. Бірнеше апталық түнгі ұйқысыз еңбектің нәтижесінде ол сұмдық схеманың бетін ашты. Қайрат қалалық әкімдіктегі достарымен бірлесіп жаңадан салынып жатқан жетімдер үйінің және аудандық емхананың құрылыс материалдарынан миллиардтаған теңгені жымқырған екен. Олар алтын ғасыр мейрамханасында кездесіп, параларды жалған, банкеттік шығындар және маркетингтік қызметтер ретінде рәсімдеген. Ең сорақысы, олар жетімдер мен науқастарға арналған ғимараттарды өте сапасыз, тіпті денсаулыққа қауіпті уытты, токсичный материалдардан салып жатқан болатын. Маржанның қолдары дірілдеп кетті. Оның туған бауыры тек сатқын ғана емес, жетімдердің ақысын жеген нағыз құбыжыққа айналыпты. Бұл оның ішіндегі соңғы аяушылық сезімін де біржолата өлтірді. Бірақ бұл құжаттардың бәрі тек жанама дәлелдер еді. Қайратты бұрышқа тақау үшін оған нақты, бұлтартпас айғақ керек болды, сапасыз құрылыс материалдарының фотосуреттері және олардың жасырын қоймадағы түпнұсқа жүк құжаттары қажет еді. Мұны алу үшін мейрамханадан шығу керек. Маржанға физикалық күш, сенімді серік, көше заңын білетін адам қажет болды. Ол қалтасынан ескі, мыжылған визитканы алып шықты. Үстінде Тарлан деген есім және бір ғана телефон нөмірі жазылған. Қараңғы көшедегі кездесу, Тарланның оралуы. Келесі күні кешке Маржан Тарлан мен қала шетіндегі тыныш, назардан тыс қалған шағын кафеде кездесуді белгіледі. Тарлан уақытында келді. Оның үстінде сол баяғы қара былғары күрте. Ол Маржанды көргенде оның көзіндегі таңғалысты жасыра алмады. Бірнеше ай бұрын аязда қатып өлейін деп жатқан бейшара әйелдің орнында қазір шашын жинақы түйген, көздерінен өшпенділік пен ақылдың оты жарқыраған, өзіне сенімді ханым отыр еді. Сені тану мүмкін емес, Маржан, деді Тарлан оған қарама-қарсы отырып. Кофеге тапсырыс берді. Мен сені сынбады деп үміттеніп едім, бірақ сен тіпті болатқа айналып кетіпсің. Маған не үшін қоңырау шалдың? Маржан үстел үстіне бірнеше қағазды қойды. Тарлан, сіз маған тірі қалда адам бол деген едіңіз. Мен тірі қалдым. Бірақ адам болу үшін маған алдымен өз өмірімді тартып алған құбыжықтың көзін жою керек. Маған сіздің көмегіңіз керек. Тегін емес. Менің қазір ақшам бар. Тарлан қағаздарды қарап шықты. Оның жүзі қатайып кетті. Қайрат Оспанов. Қазстрой элиттің басшысы ма? Сенің жауың осы ма? Оның артында үлкен шенеуніктер тұр, Маржан. Бұл қауіпті ойын. Оның саған қандай қатысы бар? Ол менің туған інім, деді Маржан, даусы дірілдеместен. Сосын ол Тарланға бүкіл шындықты қысқада нұсқа етіп айтып берді. Тарланның қолындағы кофе шынысы сыртылдап кетті. Оның көздері қарауытып, жұдырығы түйілді. Ол өткен өмірінде талай қатыгездікті көрген бұрынғы жедел уәкіл, опер еді. Ол да кезінде сатқындықтың кесірінен қызметінен қуылып, жалған жаламен түрмеге отырып шыққан. Сондықтан Маржанның оқиғасы оның ескі жарасын тырнап өткендей болды. Ақшаңды өзіңе сақта, деді Тарлан қағаздарды қалтасына салып. Мұндай хайуандарды жазалау үшін мен ақша алмаймын. Бұл менің де жеке соғысым болады. Маған не істеуім керектігін айт. Оның қала шетінде жабық қоймасы бар. Онда отты, арзан құрылыс материалдары жасырылған. Ол сол материалдар мен жетімдер үйін салып жатыр.
Маған сол қойманың ішіндегі заттардың фотосуреті және сейфіндегі шын құжаттар керек. Тарлан басын изеді. Ертең таңертең бәрі сенің үстеліңде болады. Қоймадағы түнгі рейд. Түнгі сағат 3. Қайраттың басты құрылыс қоймасы ауыр темір қақпамен жабылған, 2 күзетші мен төбет иттер күзететін нысан еді. Тарлан үшін бұл үлкен кедергі емес болатын. Ол қара киініп қойманың артқы жағындағы қоршаудан мысықша секіріп түсті. Иттер оған қарай ұмтылғанда, ол оларға арнайы ұйықтататын дәрі қосылған ет бөліктерін лақтырды. Бірнеше минуттан соң иттер қорылдап ұйықтап жатты. Тарлан күзетшілердің будкасына жақындап, олардың арақ ішіп, теледидар қарап отырғанын көрді. Ол үнсіз қойманың кіші есігінің құлпын арнайы сыммен, отмычка ашып ішке кірді. Қойманың іші толып тұрған қаптар мен бөшкелер еді. Тарлан фонаригін қосып, қаптардың этикеткаларын тексерді. Маржанның айтқаны дәл келді. Қаптардағы жазулар Қытай тілінде, оларда тек өнеркәсіптік мақсатта қолдануға арналған. Тұрғын үйлерге қолдануға тыйым салынады деген ескертулер тұрды. Бұл материалдардан уландырғыш фенол бөлінетін еді. Егер бұдан жетімдер үйі салынса, ондағы балалар бірнеше жылдан соң рак ауруына шалдығуы әбден мүмкін болатын. Тарлан тісін қайрап, камерасын шығарып, барлығын егжей-тегжейлі суретке түсіріп алды. Содан кейін қойма меңгерушісінің шағын кабинетіне кірді. Ескі сейфті бұзуға оған небәрі 5 минут жеткілікті болды. Ішінен қызыл папканы, нағыз жүк құжаттарды, накладнойларды алып, қапшығына салды да ізін суытты. Алғашқы соққы үрейдің оянуы. Келесі күні таңертең Қайрат Қазстрой Элит компаниясының зәулім кеңсесіндегі былғары креслосында шалқайып отырған. Ол кеше ғана тағы 1 миллиондық келісім шартқа қол қойған еді. Өмірі тамаша. Әйелі Сәуле Дубайға қыдырып кеткен. Ешқандай уайым жоқ. Ол өзінің әпкесін аязда лақтырып жібергенін баяғыда ұмытып үлгерген немесе ұмытуға тырысқан еді. Кенеттен оның жеке хатшысы бөлмеге түсі бұзылып, дірілдеп кіріп келді. Қайрат бек, сізге бір курьер пакет тастап кетті. Жеке өзіңіз ашсын деді. Қайрат пакетті алды. Сыртында ешқандай жазу жоқ. Пакетті ашқанда оның ішінен қоймадағы отты материалдардың ондаған фотосуреттері және офшорлық шоттарға аударылған ақшалардың көшірмесі төгіліп түсті. Қайраттың жүрегі тоқтап қала жаздады.